Таңғы ас – көңілді жаңа күннің бастауы. Таңғы ас күні бойына күш-қуат пен жігер беріп қана қоймай, есте сақтау мен зейінді жақсартып, ұзақ уақыт аштықты сезбеуге мүмкіндік береді. Соның арқасында түскі ас кезінде шамадан тыс тамақтану салдарынан туындайтын іштегі ауырлықтың алдын алады. Бұл өте маңызды, себебі артық тамақтану артық салмаққа апаратын жол. Сонымен қатар таңертең метаболизм процестері өте белсенді жүреді, және ол таңғы асты тұтынудан басталады. Нәтижесінде бұл керемет пішінді сақтауға көмектеседі. Сәлем достар, сіздермен бірге Авиценна медицина каналы. Қазіргі таңдағы аурулар, аурудың себептері, асқыныстары және емі мен өзге де пайдалы кеңестерді ұсынатын боламын. Бағдарламаны бастамас бұрын каналға жазылып, бізбен бірге болыңыздар. Таңғы астың пайдасын біле тұра, бір тілім нан мен су ішпей жұмысқа кететін сәттер болады. Егер денсаулығыңызды дұрыстап, артық салмақтан арылып, күні бойы өзіңізді жақсы сезінгіңіз келсе, таңғы асты ұмытпау қажет. Таңғы асқа көбіне жеңіл әрі тез дайындалатын тамақ жеген дұрыс, ал оның ең таптырмасы жұмыртқа. Ғалымдар жұмыртқаның пайдасы туралы көп айтады. Көпшілік жұмыртқаның құрамында холестерині көп, бауырға зиян деп есептейді. Бірақ соған қарамастан жұмыртқаның құнарлы екені бәріне белгілі. Оның құрамында дәрумендер, минералдар, жоғары сапалы ақуыз бен пайдалы май бар. Бір жұмыртқаның өзінен А, В2, В5, В12 және селен дәрумендерін табуға болады. Оған қоса аз мөлшерде кальций, темір, калий, мырыш, марганец, фолат сияқты пайдалы минералдары бар. Сондай-ақ оның құрамында А, В, Д, Е дәрумендерінен бастап, бас-аяғы 13 дәрумен кездеседі. Сол себепті жұмыртқа тойымды келеді. Ірі жұмыртқа 77 калория, 6 грамм ақуыз, 5 грамм пайдалы май және көмірсудан тұрады. Қан құрамында холестеринді ретке келтіреді. Жұмыртқа жоғары холестеринді өнім саналады. Оның құрамында 212 мг холестерин бар. Бірақ бұған қарамастан жұмыртқаны тұрақты пайдалану қан құрамында холестериннің артуына түрткі болмайды. Холестерин артерияда жиналып, қышқылданғандықтан ағзаға зиянын келтіреді. Алайда жұмыртқаның құрамында холестеринді тез ыдырататын антиоксиданттары көп. Адам ағзасы ақуызды синтездеу үшін 21 түрлі амин қышқылын тұтынады. Амин қышқылдары ағзамыздағы негізгі құрылыс материалы болып табылғандықтан, оны күнделікті тұтынуымыз керек. Оның 9-ын ағза өздігінен өндіре алмайтындықтан, күнделікті жеген тағамымыздан алады. Ал жұмыртқа амин қышқылы мен пайдалы ақуыздарға өте бай. Көзге пайдалы. Лютеин мен зеаксантин көз торында жиналып, күн сәулесінен және өзге де сәулеленуден қорғайтын антиоксидант. Адам ағзасы лютеин мен зеаксантинді өздігінен синтездей алмайды. Сондықтан оны тек тағаммен ғана ала аламыз. Жұмыртқаны күнделікті тұтыну арқылы көз аурулары асқынбай, сарыдақ нашарламайды. Күнде бір жұмыртқа жеген адамның 4-5 апта қан құрамындағы зеаксантин 114-тен 142%-ға, ал лютеин 28-ден 50%-ға дейін артады екен. Салмақ тастауға көмектеседі. Жұмыртқаның құрамында ақуыз бен май көп болғанымен көмірсу өте аз. Сондықтан жұмыртқа тойымды келеді. Рационыңызға жұмыртқаны қоссаңыз, салмақ тастауға болады. Өйткені жұмыртқаны аз мөлшерде жесеңіз, тойғаныңызды сезесіз. Тырнақ, шаш өсімі мен көздің көруін жақсартамын, тістерім маржандай таза, сүйектер мықты болсын десеңіз, ас мәзіріңізге жұмыртқаны қосыңыз. Жұмыртқа ағзаны түрлі инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді. Жұмыртқа бет күтіміне де пайдалы. Бір жұмыртқа мен бір ас қасық балды араластырып, бетіңізге жағып 15-20 минут жатып демалыңыз. Кейін жылы сумен шайып жіберіңіз. Бетіңіздің тазарып, нәрленіп, терінің тартылғанын аңғаруға болады. Жұмыртқаның сарысын шашыңызға жағып, 1-1,5 сағаттан кейін жылы сумен жуып жіберіңіз. Бұл ем шашыңыздың жылтыр болып, алдағы күндері ұштанбауына жол ашады. Жұмыртқа таңдаған кезде оның сыртқы қабығына мән беріңіз. Егерде қабықшасы кедір бұдыр, түсі өзгешелеу болса, оны алмаған жөн. Мұндай жұмыртқаның мерзімі өтіп кеткен. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып, коммент қалдырыңыз. Каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдағаныңызға мың алғыс. Дендеріңіз сау болсын.